Бұл тестте 90% адам қателеседі. Сен 30 сұрақтан кемінде 20 сұраққа жауап бере аласың ба? Саған тек ойлануға 7 секунд беріледі. Бастайық. Қазақстан астанасы 1997 жылы қай қала болды? Алматы. Қазақстан тәуелсіздігін қай жылы алды? 91 жылы. Қазақстанның мемлекеттік тілі қай тіл? Қазақ тілі. Қазақстанның ең үлкен қаласы? Алматы. Қазақстан қай құрлықта орналасқан? Азия құрлығында. Қазақстанның валютасы? Теңге. Қазақстан туындағы күннің түсі қандай? Сары. Қазақстанда қанша облыс бар? Қазақстанның тұңғыш президенті? Қазақстанның астанасы қазіргі таңда? Астана. Ең ұзын өзен? Ертіс. Қазақстандағы ең биік тау? Хан Тәңірі. Қазақстан қай елмен шектеспейді? Әрине Германия. Қазақстанның ұлттық тағамы қандай? Бешбармақ. Қазақстан туының түсі? Көк. Қазақстанның ең үлкен көлі? Әрине Каспий. Қазақстанның тәуелсіздік күні? 16 желтоқсан. Қазақстанның астанасы бұрын қалай аталды? Ақмола. Қазақстанда қай теңіз бар? Каспий теңізі. Қазақстан қай жылы Біріккен ұлттар ұйымына кірді? 92 жылы. Қазақстанның ең үлкен шөлі? Бетпақдала. Қазақстандағы ең танымал ғарыш айлағы? Байқоңыр. Қазақстанның ұлттық валютасы қашан енгізілді? 1993 жылы. Қазақстанның ең үлкен орманы? Ертіс маңы. Қазақстандағы ең ірі қала? Алматы. Қазақстанның көршісі емес ел? Түркия. Қазақстанда ең көп халық қай қалада? Алматы қаласында. Қазақстанның ұлттық киімі? Шапан. Қазақстанның ең үлкен өзені? Ертіс өзені.
Қазақстанның ең танымал спорт түрі? Бұл әрине бокс. Осымен тест аяқталды. Неше сұраққа жауап бердің? Комментарийға жаз, және де каналға жазылып кет.